Құрметті Қасым-Жомарт Тоқаев, құрметті сыртқы істер министрі, мына жаңағы Лавровтың ксенофобиясына қатысты айтыр со Ресей Федерациясының біздің территориямызды подарили жаздан бастап тілімізге қарсы шығып жатқаны, енді ксенофобия туралы айтқаны. Сіздер, мен ойлап тұрмын, боқпай, кешіріңіздер турасын айтып тұрмын, өз сөздеріңізді айтуыңыз керек. Сіздер, біз енді Ресей Федерациясының губерниясы емеспіз, дұрыс па? Сондықтан, мына Дәурен Абаев айтқандай, үңгірдегі ұлтшылдар демей, адам дұрысты, осы мемлекеттің адамдары биік отырған бар шығар, қазақтың ұлтының, қазақтың мемлекетінің намысын қорғайтын. Ешқандай бізде ксенофобия жоқ. Соны сіздер үкімет ретінде, үкімет басшылары ашық, солай көрші мемлекетке қолыңды тарт, біздің мемлекетке араласпа, ішіндегі ісімізге қол сұқпа деген сондай сіздерден азаматтық, енді ел басшылары ретінде, сондай биік отырған азамат ретінде сондай іс-әрекеттеріңді күтем. Сосын жуықта мінеки Азаттық радиосынан көрдім, этностары, ұлттары, кәріс, сосын Беларусь, сосын тағы да білмеймін кім. Олар шықты, көңіл аудармаңдар Лавровқа, ешқандай ксенофобия жоқ бізде Қазақстанда деп. Шындықты айтты. Осы азаматтық пікірлерін білдірген патриоттық сезімдегі депутаттар, оларға үлкен алғысымды айтам. Және олар нағыз халық сайлаған депутаттар деп есептеймін. Рахмет сіздерге.